көзде мұң бар депші. Сиыр қазақ. Стиль күшті болды. Ой, рахмет. Ата-ананың таңдауы ма, әлде жүрек қалауы ма? Жүректің қалауымен жүрейін десең, анаяқта ата-ананың үміті бар ғой. Сол айтты. Ата-ананың, одан кейін жүректің қалауы. Демек, ата-ананың таңдауы. Өзіңіз жалпы қалайсыз? Жалпы жақсы, иә. Біраз әңгімелер айтылып жатыр. Ер жігіт сөзінде тұру керек дегендер әңгімелер айтылып жатыр. Кешегі эфирді барлық көрді. Көрді, үйдегілер де көрді, басқасы да көрді. Жалпы әдеттегідей пікір екіге бөлініп жатыр. Кету керек, не қыласың отырып дегендер бар. Отыр дегендер де бар. Көреміз енді. Бүгін жауабымызды айтамыз, құдай қаласа. Жүрек қалауы ма, әлде ата-ананың таңдауы ма? Ужас. Блин. Жүрек қалауына келмес сияқты мен ата-анам. Жүрек қалауы. Жүрек қалауы. Дұрыс жауап бар сияқты сіздің бетіңізге қарап тұрмын. Жүрек қалауы ма сонда? Сонда ата-ананы таңдамайсыз ба? Жоқ, мен ата-анамды таңдаймын, бірақ ата-анам мен жақсы көреді деп ойлаймын, и сондықтан менің таңдауыммен келіседі деп ойлаймын. Демек жүрек қалауы. Иә. Жүрек қалауы ма, әлде ата-ананың таңдауы ма? Жүрек қалауы, конечно. Как смело, как быстро, неге? Себебі мен өзім ол таңдаған адаммен өмір сүремін, ата-анам емес. Сондықтан мен жүрек қалауым болады, бірақ ризашылығын алуға тырысамын әрине. Ернарды сөйтіп ойлайсың ба? Мүмкін сен шығасың. Жоқ, мен емес. Неге? Ернар ғой. Қазір осы сұрақты Ернарға қоямын. Жүрек қалауы ма, әлде ата-ананың таңдауы ма? Жүрек қалауы. Ал Ақерке ата-ананың таңдауы деді. Шыны ол кісі? Жоба Ақерке ғой. Ақерке ма? Ерінбейді екен. Не болған? Білмеймін. Жүрек қалауы. Жүрек қалауы. Жүрек қалауы деп айттым ғой, өтірік айтып тұрсыз. Ата-ананың разылығы дедім, жүрек қалауы дедім. Әрбір ата-ана өзінің баласы қалауы. Бұл негізі. Сол үшін де жүректің қалауына қарсы келмейді деп ойлаймын. Жүрек қалауы ма, әлде ата-ананың қалауы ма? Екеуін неге бір жерден тоғыстырмасқа? Жоқ, біреуі. Қиналайсыздар, сөйтіп, шыға қойын десем болмайды да? Болмайды. Қиын, өте қиын. Бірақ ата-ананың таңдауы ғой. Ата-ананың таңдауы? Жоқ, өте қиын сұрақ. Шыға алмайтындай сұрақ қойшы. Бәріне қоясыз ба? Иә, жүрек қалауы ма, әлде ата-ананың таңдауы ма? Өте күшті сұрақ қой негізі. Күшті сұрақ екен болып тұр ғой, бірақ енді күшті болып тұр ғой, жауап бере алмаймын. Қарсы? Бірақ сен жақсы көресің, бір сондай ма типа? Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Ата-ана дей берейікші. Ата-ананың таңдауы. Ата-ана, иә. Ата-ана ғой. Мен қалай ете аламын мен? Осы кезі келді мені өсірген, осы деңгейге жеткізген адам. Нарда сырып қойып, қалай мен айта аламын? Конечно, жүрек қалауы маңызды ғой, бірақ ата-ана одан маңызды. Жүрек қалауы ма, әлде балаларыңыздың таңдауы ма? Жүрек қалауы. Демек ешкім тыңдамайсыз, ата-аналарды тыңдамайсыз. Ол жастан өттіңіз. Иә, ол жас болсам да солай таңдаймын. Жүрек қалауы. Өйткені ол болашақ мен жарым мен ата-анам тұрмайды ғой. Менің жарым болады, менің балаларымның әкесі бар мысалы. Олай балаларым әке болмайды деген сияқты. Сондықтан да тек мен жарым болғандықтан өзім жүрегім болады. Жүрек қалауы ма, ата-ананың таңдауы ма? Жүрек. Ата-анаң келіседі сенің бүкіл нене. Просто жүрек қалауы болу керек. Мен ойлаймын, ата-ана да келіседі оған. Сен бақытты болуына. Бірақ ата-ананың үміті бар ғой. Иә, үміт бар, бірақ енді сен ол үміт